Уважаемые друзья, родственники, сегодня прощаемся, тяжело. Сами знаете, все Нина какая была человек. Жила трудовую жизнь. Биографию зачитали, но и так все знали. Ничего ей даром не доставалось. Все своим трудом, все своей энергией, которой у нее было достаточно. Все это свое добро она вложила в нас, в своих племянников, детей, внучатых племянников. Все, что могла. И мы должны, естественно, мы храним это добро. С нами оно останется. Извините, тяжело. Поэтому пусть и будет светлая память, что мы тоже, как она была достойна своего великого отца,
Так и мы должны быть достойны вот таких наших матерей, отцов, которые вот такую жизнь прожили, нас вырастили. Светлая и память. Ежемден да бір шу айтқаны есінде қалып тұр, шу ел дұшманы деп, ел дұшманның қызы деп, 10 жасына чейін шу мектепке алып жатыр. 10 жасына чейін шу мектепке. Жорда айтып кеткендей, қаншалықындай бір немелерде қоршылықтарды басынан көріп, мен оғыр нәрсе, шу адамды барды мындағандай бір жек көргенсі, шындай бір басынқаны шыншалық оғыр нәрсе деп ойлаймын, бірақ осының барын жеңіп, шу даражаға чейін келгеніне бұл ежемдағы айтқанда атасынан кейінгі батырлық жұмыстарды жасады деп ойлаймын. Ежем жөнінде айтсақ, көп нәрсе бар. Қош еже. Жатқан жайлы болсын. Топырағын тартып болсын. Дұрыс. Құрметті ағайын туғандар, бүгін чоң жоғалту болады. Қырғызда жақсы сөз бар, асылдан қалған тұяқ деп. Мына бүгін еліне жемен қоштасып отырамыз. Жүсіп Абдырахман туралы мына барыңыз ақсақалдар айтып өтішті. Бұл шынында қырғыздың егеменділігіне алып келген, осы кездегі азған тозған қырғыздың башын біріктірген ұлы инсан еді. Бүгіндағы ел ішінде мемлекетте сөз бар. Ким ұлттық лидер болған десе, біз айтамыз, бірінші Жүсіп Абдырахманов болған депші. Андан кейін Исақ Разақов және башқаларды айтуға ақылымыз бар. Шон үшін Жүсіп Абдырахмановтың басып өткен жолы, тағдыры қаншалық татал болса дағы қырғыз елі үшін, егеменділік алып келгендігі үшін, жана қандай абдан көп татал іштер бітіргендігі үшін біз қырғыз елінің жүрегінде дайыма сақталады. Мен Ленинже туралы бір-екі нәрсе айтайын. Біз абдан жақын елек бұл ішменен. Келіп, дайыма кезігіп, көңілін сұрап түшілетті. Мына Жүсіп Абдырахмановты ким көтерді, ким алып шықты дегенге, шул Ленинже біздің бірінші чоң салымы бар. Шул ақтағанға, изілдегенге Ленинженің чоң салымы бар. Андан кейінгі мына Жүнішалиев ағайымыз, Семенов, мына Асқар Шұқтаевич, шулар патриоттар да чынды. Емдағы абдан көп кішілер бар. Бірақ шулар негізгі башында тұрғанды. Мына бүгін естелігі де бар. Советский көшесіндегі шу ішін атына қойылған көп жақсы әсер бар. Біз өкіметке, мемлекетке дарашылық айтып кетті. Мұндан арадағы көп жақсы нәрселерді уланышымыз керек бұл іс туралы. Мен еже туралы айтсам, бір жолы мына Бақыт Орынбеков отырады корреспондент. Көп корреспонденттер келді шул ақырғы жылдарда. Отырсақ айтады да, болды мен бүгін шаршадым дейді да, 1 саат болды. Ертең улантал дейді. Бұл өзінше бір аристократиям дейді. Мен звонт етсем айтады, мен бүгін даяр емеспін дейді. Жоқ, сізді мен башқаша күтішім керек дейді. Қараңыз, жоқ ежеке, ештекенің керегі жоқ, мен жөнді барат атылым дейді. Отырып сөйлеп атсақ, мына Бақыт Берді Орынбек отырып, ежеке айтады, мен 80 мін өттім дейді, арам дем алып, арам тұрам дейді. Мені Құдай албай қойды, мен өлбей атам дейді. Екінші абзасына еді, жоқ, мен азыр өлбешім керек дейді. Менің дағы чоң мақсаттарым бар дейді. Мен Жүсіп Абдырахмановты дағы изілдешім керек, дағы açışım керек дейді. Мен негізгілерін айтып берейін. Біріншісі айтады, мен НКВД-ның сұрағының жоғын ала албай қалдым дейді. Таппай атады дейді. Бұл абдан керек нәрсе дейді. Біздің изілдешіміз керек дейді. Екінші айтады, Примаков шул Тоқоның баласына ұқсас дейді, суретін қараш дейді. Менің ішкі дүйнемде шул біздің туған болш керек дейді. Барын айтып береді, мен бұл жерін айтып отырбайын. Мен Евгений Примаков деген РТР-да корреспондент бар екен, ошоға хат жаздым, жоғын алып айтам дейді. Андан кейін екінші тауын баштайтын дейді. Шу сияқты абдан мындай, бұл аристократия, ақ сөйөктік, асыл адамдың тұқымының чоң белгісі тұрады да берді. Мындан башқа да оқымыштай нәрселерді айтып жүргенде.
Мына биз эжеке менен ар бир Абдрахмановдун кездешүүсүнө, эстелигин ачканга, башкаларга конференцияларда чогуу жүрдүк мына. Туугандарына дагы мен ыраазычылык айтат элем, булар кийинки учурда абдан жакшы нерселер жасап кетишти. Төлөгөн турат. Ошон үчүн эже бул асыл адамды. Асылдан калган, нак асыл туяктан да айтканда. Канча кыйындарды көрдү, кыйынчылыктарды көрдү. Эл душман деп канча батпай жүрдү жаш кезинде. Бирок ошонун баарын көтөрүп, мына бүгүн дагы ушундай сый-урматка татып отурат кыргыз элинде. Бүгүнкү кыргыз өз алдынча мамлекеттик өлкө жеткенибизде мына тартабыздын батырлыгын элге журтка белгилейт деп жатканыбызда Жусуп атабыз окшогон ал киши совет доорундагы аны канча жетекчилер болду, бирок ошолордун бири дагы Жусуп атабыздын деңгээлине жеткен эмес. Биз ошон үчүн Жусуп атабызга эстелик коюу жагын, мына ошо Жусуп атабызга Манас атабыз сыяктуу эл баатыры деген наам берүү коюу. Бул өзү бүгүнкү тирүү турган кыргыздардын Кудай астында жасай турган иши деп ойлойм элем. Биз ушул маселелерди эске алсак, эгерде Жусуп атабыз окшогон бул жалгыз совет доорунда 19-жылдын аягында 20-жылдын башталышында кыргыздын нагыз кандай мамлекеттик сапаттарга ээ боло тургандыгын баардыгын жасап жүрүп, ошого жакпагандыктан, адегенде Волга байына алып барып камап, андан кийин Уралга алып барып камап, андан кийин атып таштабады беле. Биз ошону жаштарга билдирип, ошондо намыс алып, кыргыз элинин азыркы мамлекетин Жусуп атабыз ошол кезде түзгөн мамлекеттин үлүшүнө жеткирсек, үлгүсүнө жеткирсек, ойдо тоомуз сүйнөлбөй туруп, биз өзүбүз кыргыз эл катары Манас баатырдын жасаган иштерин бүгүнкү таратуу жөнүндө мына ушул Ленина эжебиз дагы дайыма өзү аракеттенип, мүмкүн болушунча пикирлешип, сүйлөшүп, ушунчалык бир аракет жасап жүргөндө жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кыргыз мыкты калктардан. Бирок мыктылыгыбызды дайыма өзүбүз сезбейбиз, өзүбүз жеткирбейбиз. Эгер сезген болсок, Жусуп атабыз кандай болду эле, кандай иштерди жасады эле, мына ошолорду татыктуу эстеликтерди коелук. Мына ошо Таштакка дагы, Бишкек шаарына дагы эстеп койсок татыктуу болор эле. Демек, могу эжебизди узатып атып, менин ичимде жүргөн маселелерден ушу эки маселени айттым. Жазып да жүрөм, сүйлөп да жүрөм, кыргыз эл үчүн. Бирок башыбызды бириктире албай жүрөбүз. Өзүбүз уятыбызды, намысыбызды чогултуп, накта баатырдын ишин жасай албай жүрөбүз. Туура көрсөңүздөр, Жусуп атабызга эл баатыр деген наам берелик деп чечим кабыл алат. Ушуну жеткирелик, ушунун аткарышына. Мынакей ушу эжебиз, Ленин эжебизди узатып атып, ушуну жасап атканыбыз арбагында дагы, мүрзөсүндө дагы ыраазы боло турган, кыргыздын нагыз эркектери жасай турган иштерди жасайлык деп чуркап жүргөн эжебизге татыктуу иш болор эле. Кечирип коесуздар. Мен эже менен социалдык чөйрөдө көп иштедим. 3 жолу жолуктум. Ушул Исакеев аксакалдын кызы Абдрахмановдун кыздары бар деп бир нече жыл чогулуп ушул чай ичип, алардын акыбалын сурап, социалдык акыбал абдан ушундай жардамга муктаж болуп жашаса дагы өзүнүн улуу инсандын кызы экенин, материалдык маселеге көңүл бөлбөй жашагандыгына мен абдан таң калгам. Бир дагы ушу жолугуп атканда мага бир нерсе керек деп айткан жок. Мен азыр менен тилекке каршы үйүн келип көрбөптүрмүн, мен ошого өкүнүп атам. Себеби дегенде официалдуу түрдө чакырып, ушул чай ичкенде кандай акыбалда, үйү кандай экенин мен билбептирмин да. Ошону дагы бир жолукканда кандай сезе десем, мындай үй-бүлөдөгү шарт жөнүндө бир сөз кылган. Туура иштегиле, кызмат кылып атасыңар, жакшы кызмат кылып атасыңар деп кемчилик болсо да билгизбей, жакшынакай отуруп чайыбызды ичип, анан кете берели. Ошон үчүн мындай улуу инсандарды узатуу биз үчүн абдан кайгылуу.
дагы жол барыңыздарга көңүл айтам. Жаткан жери эжебиздин жайлуу болуп, элеси ар бирибиз